Айтпай келетін өлім. Өлім айтпай келеді. Өмірді жаманнан тазалау үшін келеді. Өлім айтпай келеді. Өмірді бүлдіргендерге келеді. Өлім айтпай келеді. Алмас қылыш кесіп түседі. Өлім айтпай келеді. Санасыз патша ажал шашса өледі. Өлім айтпай келеді. Соғыс аран ашады, боздақ боздап қалады. Өлім айтпай келеді. Өткен өмір қателігі шетінеуге апарар тұзақ. Өлім айтпай келеді. Өткен өмірдегі иттік түсік түсірер құрал. Өлім айтпай келеді. Алға басқан аяғың артқа тартып құрисың. Өлім айтпай келеді. Өлтірмейді, алады, құрдымға қамайды. Ажал. Ажал айтпай келетін өлім. Шешім бірден қабылданады. Аруақ шешім қабылдайды. Шежіре түгесіледі. Сақтансаң, сақталасың, сақтан. Асып тұрмын, тасып тұрмын деме, ажал бар, табады. Ажал айтпай келеді. Бір ғана адамның басына келеді. Аруағың шешім қабылдайтын, істеген ісіңе қарай ажалың. Ажал сені таппайды, сен ажалды табасың. Ажал айтпай келеді. Жеке басыңа келеді. Ажал айтпай келеді. Табады, таппай қоймайды. Ажал айтпай келеді. Шешімі шорт, кесіп түседі. Ажал айтпай келеді. Өмірмен ойланбай ойнасаң табады. Ажал айтпай келеді. Қадамың қысқа, өмірің жолақ. Ажал айтпай келеді. Жеке басыңа келеді. Өміріңе қарай ажалың. Тажал. Тажал өлім. Айтпай келетін өлім. Жалмайды, тұқымыңды тұздай құртады. Аруақ шешім қабылдайтын, істеген қатыгездігіне байланысты тажалың. Тажал алыста, өте алыста. Өзіңе күнде жақындататын сен. Тажалмен жүздескің келсе, қастандық жаса. Ешкім білмейді деп жаса. Аруағың түбіңе жетеді. Оған жамандық жасайтын тұқымның керегі жоқ. Асып тұрмын, тасып тұрмын деме, тажал бар, шашады. Тажал лезде келеді, өткір пышақтай қалпып кетеді. Тажал лезде келеді, тұқымыңды тұздай құртып, үрімбітағыңды опырып, жиған терген дүниеңді жым-жылас сыпырып, шаңырағыңды ортасына түсіріп, шежіреңді жоқ етіп, түндігіңнен түтін шықпай қалады. Тажал лезде келеді. Шешімі оқыс, омыртқаңды опырып кетеді. Тажал лезде келеді. Өмірдің мазасын алып тыншық тұр. Өзгенің өмірін қара күйемен шатпақта құшып кетеді, қылпып кетеді. Тажал лезде келеді. Өмірден бәрін алам де, ішің тар, көрсе қызар бол. Өзгенікін тартып алып, қанға малынған дүние жи. Жиғаным ұрпағыма қалады де, үміттен, үмітіңді үзеді, жұлыныңды жұлады, ұрпағыңды жауапқа тартып қырады. Тажал лезде келеді. Жаманға жамандық, қатыгезге қатыгездік, қанды қолға қатаң шешім. Бәрінен айырады, түгіңді қалдырмайды. Тажал лезде келеді. Дүние шолақ, өмір қысқа, шешім тез, құрдым жұмысы. Істеген ісің жамандық болса, алдыңда тажал күсіп тұр. Өміріңе қарай тажалың. Ажалдының да, тажалдының да барар жері құрдым. Түсік. Түсік
айтпай келетін өлім. Түсікке жаназа шығар, ата-анасы шығарсын. Ақтыққа орап өмірден озған ата-бабаларының қорғанының етек жағына жерле. Аруақтар риза болсын, түсіктің аруағы риза болсын. Өмірге келген екен, ол тірі. Аруақты айтам. Аруақ жатырға бітісімен тірі. Мұны білетін бар, білмейтін бар, білмесең білдің. Шетінеу. Шетінеу айтпай келетін өлім. Шетінеу рано ушедший младенец или ребенок. Шетінеу екі мүшелге жетпеген өспірімнің өлімінің өлшемі. Шетінегенге жоқтау айтпа, жыла, сыңсып жыла, мұңыңды айт, ақырын жыла. Шетінеген жасөспірімге жаназа шығар, ата-аналық әлемің мұңнан арылсын. Шетінеген жасөспірімге қырқы беріліп, қырсық қырқылады. Шетінеген жасөспірімге жылы өткізілмейді, ас берілмейді, аза салмайды. Шетінеген жасөспірімге 3 жыл шек бер, сағынышқа шек қой. Қазақтың өлімінің сәті туралы түсінігі осындай ерекше. Бұл түсінік біреуге ұнар, біреуге ұнамас. Қазақ өлім сәті жайлы осылай ой түйген. Бұл ғасырлардан аман келіп, дәуірге созылған қазақы түсінік. Өлім, ілім, адам өмірден озады, қаза болады, марқұм болады, қайтыс болады. Ұйып түссе түсік, мүшелге толмаса шетінеу, соғыстан қайтпаса боздақ. Өлім, ілім, түрі төртеу, доңыз өлім, ит өлім, әнсәт өлім, ақ өлім. Өлім, ілім, барар жері төртеу, тамұқ, тозақ, жұмақ, ғайып. Өлім, ілім, өлім кейде айтпай келеді, түрі екеу, ажал, тажал. Өлім, ілім, айтпай келген өлімде барар жер біреу, құрдым. Адам өмірден озады, қайтады, қайтса барады, барса келеді. Өмір тоқтамай, ғұмыр тоқтамай өмір болып, қазақтың жарық дүниеде көшпенді атанып жүрген ілімінің жөні осындай. Ақиқат. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 261-263 бет. Оқыған Тамара Салихова.